кез келген айдың 2-сі, 11-і, 20-сы, 29-ында туылған адамдар. Олар интуициясы жақсы дамыған, өте нәзік, сезімтал жандар. Өмірде күмәнданғыш келеді. Бір шешім қабылдау үшін 2-3 күн ойланады. Егер жылдам шешім қабылдап қойса, онда олар уайымдап, стресске түседі. Адамдармен қарым-қатынас оларға өмірдегі ең маңыздысы және махаббатқа өте мұқтаж болып келеді. Өмірде жақсы дипломаттар, психология мен эзотерикаға өте жақын адамдар, нағыз реалистер. Кез келген жағдайды олар өте терең түсінеді, өйткені олар өте терең қазады. Адамдарды мысалға келтіретін болсақ, ол әлемдегі ең қымбат психолог Тони Роббинс, немесе қарым-қатынас туралы және де көптеген еңбектерін қалдырған үнділік философ, мистик Ошо, немесе өзіміздің қазақтың заманауи ойшылымыз Марғұлан аға. Игіліктерге ең бастысы өзіне және өзінің әрбір шешіміне жауапкершілік алып үйрену керек. Және психология бағытын зерттеген жөн, өйткені сол арқылы олар басқа адамдарға қызмет етіп, өмірде